Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге асқабақтан жасалынатын гүл ханымның рецептісін көрсетемін. Ол үшін ең бірінші қамырды илейміз. Суда тұзды ерітіп, және қамырға мен 3 ас қасық сұйық май құйып иледім, себебі қамыр жылтырап, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырды илеп болдым, енді кішкене демалдырып қоямын. Салмасына мен асқабақ, пияз және майды алдын ала дайындап турап қойдым. Енді осының барлығын араластырамыз. Қамырды ұн себелеп отырып оқтаумен жазамын. Қамырды жұп-жұқа етіп жайып болғаннан кейін оны кесеміз. Әр кескен бөлігіне осылай сұйық май жағып отырамыз. Май жағылған қамырға салмасын салып, дәл видеодағыдай бір шеттен бастап ораймыз. Міне роза гүл сияқты қабат-қабат болып жасалады. Мен енді 2 бөлік қамырды да жазып болдым. Гүл ханымдарды жасадым. Енді пісіруге отқа қоямын. Буда 35-40 минут пісіріп аламыз. Гүл ханым пісті, өте балғын, дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептімменен жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.